Құрметті астаналықтар мен қала қонақтары, 2018 жылдың 12 мен 13 шілде күндері Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы аясында мыңжылдықтар мұрасының көне жұрты Жамбыл облысының мәдениет күндерін тамашалауға шақырамыз. 12 шілде күні Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры мен Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында астаналық көрермендерге Қаныбек Байсейітов пен Қуандық Шаңғытбаевтың «Беу қыздарай» комедиясы мен Александр Коровкиннің «Тетки» комедиясын ұсынады. 13 шілде күні мерекелік іс-шаралар қалалық Қазанат ипподром аумағындағы этноауылда жалғасады. Жамбыл облыстық филармониясының «Жаңарған Жамбылдан асқақтаған Астанаға» атты мерекелік концертімен қатар Жамбыл облысының белгілі қолөнер шеберлерінің және музейлер қорынан құнды жәдігерлердің жылжымалы көрмесін тамашалауға шақырамыз. Сонымен қатар 13 шілде күні сағат 20:00-де Есіл өзенінің жағалауындағы амфитеатрда Жамбыл облысы өнерпаздарының «Жаңарған Жамбылдан асқақтаған Астанаға» атты гала концертін тамашалауға шақырамыз. Гала концерт барысында көрермендер үшін тараздан тарту ретінде естелік сыйлықтарға ұтыс билеттері ойнатылатын болады. 20 жылдығың құтты болсын Астана!